Олай болса біз бір қойдың салмағын табу үшін бірінші біз мына барлығын мына жерде санасаңыздар 4 қой, 4 күшік, 4 мысық тұр ғой. Солардың барлығын салмағын тауып алуымыз қажет. Барлығын қосқанда 52 килограмм болыпты. Ал енді бізде мына жерде 4 күшік, жаңа 4 қой және 4 мысық бар. Енді осыны олай болса біз 52-ні 4-ке бөліп жібереміз бұл жерде. 13 килограмм. Бұл 13 килограмм деген сөз бір күшік, бір мысық, бір қойдың салмағы. Үшеуінікі 13 килограмм болды. Біз соны тауып алдық. Енді біз теңдеу сияқты құрастырсақ болады. Яғни мына үшеуі бізде 13 килограмм болса, бізде бір қойдың салмағын табу оңай болады. Демек біз 20-дан 13-ті азайта саламыз. Сол кезде қанша болады? Мына X деп алдық, біз ана бір қойда оған 13-ті қостық, теңдеу болып шығардық. Сонда бір қойдың салмағы 7 килограмм екенін таптық. Міне бізде сұрақ бірден осылай табуға болады. Орны әр тұстамды қойып, уақыт жоғалтудың керегі жоқ. Олимпиадаларда, мысалы кеше бізде олимпиадаға барғанымызда 90 минуттың өзі зу етіп өтіп кетеді екен. Енді ал алтын